Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз бүгін мектеп алды даярлықтың заманауи әдістемелері пәнінің білім беру салалары мазмұнын кіріктіру тақырыбы бойынша лекциямызды бастаймыз. Лекция барысында білім беру салалары мазмұнын кіріктіру, мектеп алды даярлық топтары мен сыныптарында ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерін жоспарлау үлгісі бойынша сөз етеміз. Білім беру салалары мазмұнын кіріктіру бұл жаңартылған мазмұнды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту бағдарламаларының негізін құрайтын өзекті мәселелердің бірі болып келеді. Жалпы кіріктіру, яғни интеграция, бұл түрлі білім беру салалары мазмұнының өзара сіңісуі мен өзара бірге әрекеттесу процесі ретінде сипатталады. Кіріктірудің ерекшелігі білім беру үдерісінің тиімділігін арттыратын, шаршау мен қалжырауды басатын, түрлі білім беру салалары материалдарының логикалық өзара шарттылығын, өзара байланысының көрінісі болып табылатындығында. Білім беру іс-әрекеті алуан түрлі әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып, түрлі іс-әрекеттерді ұйымдастыру арқылы жүзеге асатын білім беру салаларының кіріктіру негіздерін айқындайтын өзекті де қажетті мәліметтер жиынтығы болып табылады. Білім беру әрекеті білім беру салаларының кіріктіру жолымен жүзеге асырылады және баланың эмоциялық дамуына, оқуға деген ынтасын арттыруға, танымдық қызығушылығын, әлемнің толық сипатын қалыптастыруға және ой өрісін кеңейтуге мүмкіндік береді. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім берудегі кіріктіру талаптары бұл білім беру салаларының мазмұнын іріктеу, олардың сипатын және де құрылымдық бөлімдерін бір-бірімен ұштастыру маңыздылығынан туындаған. Кіріктіруде біртұтас үдеріс аясында білім беру саласының мазмұнын іске асыруды, баланың тұлғалық қасиетін және оның қоғамға үйлесімді енуін қалыптастыруды қамтамасыз етуге бағытталады. Кіріктіру ұстанымына сәйкес, білім беру әрекеті барысында бір білім саласы басқа бір білім беру салаларының міндеттерін бір мезгілде шешуге әрекеттену дербестігін көрсетеді. Бұл кезеңде мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту білім беру бағдарламасындағы денсаулық, әлеуметтік орта, таным, қатынас, шығармашылық білім беру салаларының өзара әрекеттестігін, олардың тек теориялық тұрғыдан емес, практикалық тұрғыдан да бір-бірімен байланысын, өзара сипатын, сабақтастығын айқындайтын негізгі критерийлердің бірі болып табылады. Денсаулық білім беру саласының міндеттерін шешкенде, сондай-ақ әлеуметтік орта білім беру саласына қатысты дағдыларда қалыптасатындығы айқын. Сонымен қатар, таным, қатынас, шығармашылық салаларына қатысты білімдер мен икемділіктер де орнығады. Мектеп алды даярлық топтары мен сыныптарында ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің жоспарлау үлгісі бойынша әрбір аптада ересек мектеп алды топ балаларының игерілетін білімдер мен біліктер жүйесі белгілі бір кестеге сай жүйеленген. Мәселен, денсаулық аптасына 4 сағат жоспарланса, оның негізі ретінде дене шынықтыру әрекеттері беріледі. Қатынас білім беру саласы бұнда 6 сағаттық сабақ жоспарланған. Бұл кезеңде тіл дамыту және көркем әдебиет, орыс немесе қазақ тілі, сауат ашу және жазу негіздері, вариативті компоненттер іске асырылады. Таным 3 сағатқа жоспарланады аптасына. Бұл кезеңде қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, жаратылыстану және экология негіздері, құрастыру, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әрекеттері жүзеге асады. Осы кезеңде қатынас білім беру саласындағы бір ерекшелікке ерекше тоқтаудың қажеттілігі бар. Бұл шет тілін, яғни ағылшын тілін меңгертуді де қамтиды. Шығармашылық білім беру саласында музыка, сурет салу, мүсіндеу, жапсыру әрекеттері жоспарланған.
ал әлеуметтік орта аптасына 2 сағат көлемінде беріліп, бұндағы вариативті компонент өзін өзі тану, қоршаған ортамен таныстыру, драма, сабақ, оқу қызметтері қарастырылған. Bir ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің жоспары бұл мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту білім беру бағдарламаларына талаптарына сай деңгейде іске асырылатындығын айқындайды. Әрбір ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің ұзақтығы 25-30 минутты қамтиды. Сондай-ақ жалпы ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің көлемі 20 минутты, ал вариативті бөлік аптасына 4 сағатқа жоспарланады. Бұл кезеңде апта бойына, яғни дүйсенбі, бейсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, жұма күндергі бекітілген сабақ жүйесі белгілі бір жүйеге сай іске асып, өзара байланыста жоспарланатындығын көруге болады.